Сәлем достар, сіздермен мен Күнекей Нұрлан, қаржылық кеңесшімін. Шәй ішейік бағдарламасы қаржылық сауатыңызды арттыруға және өміріміздің маңызды қаржылық тақырыптарын талқылауға арналған тұрақты айдар. Қаржылық білім беруде үлес қосып отырған бас демеушіміз Халық иншуранс компаниясы. Бүгін біз баспана сатып алуға қалай ақша жинауға болатыны туралы, қандай қаржыландыру тәсілдері бар екені және қаржылық тәуекелдерден қалай сақтану керектігін қарастырамыз. Үй бұл жай ғана жылжымайтын мүлік емес. Бұл тұрақтылықтың, тыныштықтың, еркіндіктің көрсеткіші. Бірақ көп адам үшін бұл өте алыс, қол жетпес арман сияқты көрінуі мүмкін. Сол арманды нақты мақсатқа айналдырып көрейік. Біріншіден, мақсат пен мерзімді анықтау. Ең алдымен сіз қандай үй алғыңыз келетінін анықтаңыз. Пәтер ме, жеке үй ме, қай қалада немесе аймақта, қанша бөлме, қандай жағдайы бар. Мақсат нақты болса, оған жету жоспарды айқын болады. Мысалы, Алматыда бір бөлмелі жаңа пәтер шамамен 30 миллион теңге. Осы сомаға сай өз жоспарыңызды жасаңыз. Қаржыландыру жолдары. Баспана алу үшін бірнеше нұсқа бар. Жинақ арқылы сатып алу табысты, тұрақты адамдар үшін ең қауіпсіз жол, бірақ ұзақ пайызсыз. Ипотека банктен 5, 10 немесе 15 жылға дейін несие, бірақ бұл үлкен жауапкершілік пен артық төлем. Баспана жинақ жүйелері, мысалы отбасы банк жүйесі арқылы 10-20% алғашқы жарнамен 3,5 төмен мөлшерлермен алу мүмкіндігі бар. Тұрғын үй бағдарламалары, мемлекеттік, бақытты отбасы, 7-20-25 сияқты бағдарламалар және өңірлік жобаларға қатысу. Қалай ақша жинауға болады? Жеке мақсаттың депозит ашыңыз. Оған тек үй үшін ақша салыңыз. Тіпті депозиттің атын болашақ үйім деп қойыңыз. Бұл мотивацияны арттырады. Ай сайынғы соманы нақтылаңыз. Мысалы, 5 жылдай 10 миллион жинау үшін 167 мың теңге салып отыру қажет. Табысыңызға қарай икемдеңіз. Артық шығындарыңызды қысқартыңыз. Күнделікті кофе, импульсивті сатып алудан, жазылу қызметтерінен уақытша бас тартып көріңіз. Қосымша табыс көздерін іздеңіз. Фриланс, жеке қызмет, онлайн сатылым бәрі қосымша кіріс болып келеді. Үнем мен тәртіп басты қағида. Ай сайын аз-аздап болса да тұрақты ақша жинаңыз. Тәртіп болса нәтиже болады. Қаржылық мақсат ретінде тек қана үй сатып алу емес, ол алғашқы жарна, яғни первоначальный взнос деп айтамыз орысша айтқанда, соған ақша жинау да болуы мүмкін. Бұл да сіздің бірінші бастапқы қаржылық мақсатыңыз болуы мүмкін. Первоначальный взнос алғашқы жарнаны жинау үшін 1 немесе 2 жыл қажет болуы мүмкін. Өзіңіздің табысыңызға және қаржылық жоспарыңызға қарай алғашқы жарнаны жинауды бірінші мақсат деп қарастырыңыз. Баспана алуда қандай тәуекелдер болуы мүмкін? Курстың ауытқуы, инфляция, құрылыс компаниясының кешігуі немесе жабылуы, келісім шартты түсінбей қол қоюы, күтпеген шығындар, жөндеу, салықтар, комиссиялар. Үй таңдағанда тек пәтердің ішкі жағдайына ғана емес, орналасқан ауданына да қарау керек. Сол аудан мен қаланың болашақтың даму жоспарын қарап шығу өте маңызды. Жол, мектеп, аурухана, саябақ, сауда орталықтары секілді инфрақұрылымдар мүліктің болашақтағы бағасына тікелей әсерін тигізеді. Бұл ақпаратты өз қалаңыздың әкімдігінің ресми сайтынан немесе даму бағдарламаларынан таба аласыз. Мысалы, Алматыда 2060 жылы ЛРТ құрғалы жатыр. Сол ЛРТ-ның кесірінен кейбір ақшамдық аудандарының үйінің бағалары немесе жоғарылайды, немесе төмендейді. Ал егер сіз пәтердің иесі атанып, арманыңыз орындалса, мүлкіңізді сақтандыруды да ұмытпаған жөн. Сондықтан әрқашан сақтандыру заңгерлік кеңес, нақты жоспар қажет. Халық иншуранс пәтерді сақтандырудағы бас көмекші. Сіздің пәтеріңіздің мүлкіне келтірілген зиянды өтеуге ғана емес, сонымен қатар көршілеріңізбен жақсы қарым-қатынасты сақтауға көмектесетін ыңғайлы шешім. Өтелетін тәуекелдер: өрт, найзағайдың соғуы, жарылыс, сұйықтықтың әсері, үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттері, ұрлық, сыртқы механикалық әсерлер, заттардың құлауы. Нені сақтандыруға болады? Ішкі әрлеу, инженерлік желілер және жабдықтарды, тұрмыстық аудио және бейнетехниканы, жиһаздарды, азаматтық жауапкершілікті. Сақтандыру жағдайы кезінде төлем мөлшерлері: ішкі әрлеу және жылжымалы мүлік 1,250,000 теңгеге дейін. Үшінші тұлғалар, көршілер алдындағы азаматтық құқықтық жауапкершілік 625,000 теңгеге дейін. Үйді сақтандыру дәл сол шарттар, бірақ төлем мөлшерлері басқа. Сақтандыру жағдайындағы төлем мөлшерлері 2,5 миллион теңгеге дейін жетеді. Кішкене тосын сый. Пікірлерге жазыңыз, яғни комментарийға, қай қалада немесе елде үй алғыңыз келеді. Біз барлық пікірлерді оқып, кездейсоқтырды бір көрерменге бас демеушіміз Халық иншуранс атынан арнайы сыйлық табыстаймыз. Қорытындылай келе, үй алу шындыққа айналатын арман. Бастысы мақсат қою, жоспар құру және жүйелі әрекет ету. Қаржылық еркіндік әр адамнан басталады. Келесі шығарылымда тағы бір маңызды тақырыпты талқылаймыз. Кездескенше.